көз жанары жоғары қарай былай. Жаңа не деп айтамыз ғой? Шатыр деп бізде қазақта не деп айтады? Төбе деп айтайық та, потолок деп айтады ғой, орысша потолок деп. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам төбеге қарады да, соңғы жанарын жоғары қарай тастады да, я Алла, өзің нығметке бөленген, өзіңнің нығметке бөлеген пайғамбарлармен, шахидтермен, ізгілермен бірге жанымды ал деп айтты. Қайтадан айтты, я Алла, мені өзің пайғамбарларыңмен бірге, ізгілеріңмен бірге, және шахидтеріңмен бірге жанымды ал деп айтты. Сөйтті де, я Алла, мені кешір дейді. Және маған рахымыңды төк, я Алла. Және өзің уәде еткен ең жоғарғы дәрежеңді бер деп айтты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Яғни фирдаус жәннаты бар ғой, уасила деген нәрсе бар, сол нәрсені маған бер деп айтты. Я Алла, ең жоғарғы серікті бер, ең жоғарғы мәртебені бер, мені кешір, маған рахмет, мені кешіріміңе бөле деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сөйтіп жатқан кезде дүйсенбі күні сәске уақытында, яғни таң намазынан кейін духа намазының уақыты бар ғой, духа намазының уақытында дүниеден өтті. Сахабалардың барлығы есіктің алдында күтіп отыр. Сөйтті де Айша анамыз не деді? Ақиқатында Алланың елшісі дүниеден өтті дейді. Яғни күннің енді қызып келе жатқан шағында, сәске уақытында пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл әлеммен қоштасты. Дәл сол күні пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жердің бетінде 63 жыл 4 күн өмір сүрген екен. 63 жыл 4 күн Рабиул-аувал айының 12 күні дүйсенбі күні сәске уақытында, духа уақытында пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өтті. Сол хабарды естіген кезде Анас ибн Малик радиаллаху анху айтады, адамдардың бірнеше тобы пайда болды дейді сол кезде. Біреулер мүлдем ақылын жоғалтып алды дейді. Біреулердің аяғы істемей қалды дейді, орнына сылқ етіп орнына отыра қалды дейді. Біреулер жылап, еңіреп, жан-жаққа қарай тарап кетті дейді. Сонда мен айттым дейді, бізге Алланың елшісі Мәдинаға кіріп келген күн жер бетіндегі ең қуанышты күн еді деп айттым дейді. Ал бүгін маған жер бетіндегі ең ауыр күн болды, өйткені ол кісі бізбен Аллаға қарай кетті дейді, қоштасып дейді. Міне, маған 2 күн бар дейді. Өмірімде есімнен кетпейтін 2 күн бар. Біріншісі, Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам Мәдинаға келгені мен есімде дейді, көз алдымда. Және бүгін көз алдымызда пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның дүниеден өткендігі дейді. Сол кезде Абу Муса Ашари радиаллаху анху айтты дейді, ақиқатында бізге Алла тағаланың берген 2 кепілдігі бар еді дейді. Бүгін соның біреуінен айырылып қалдық дейді. 2 кепілдік не? Пайғамбар Алла тағала Құран кәрімде айтты, Алланың елшісі сендердің араларында болған кезде Алла сендерді азаптамайды дейді. Ана басқа пайғамбарларды азаптаған сияқты. Басқа пайғамбарлар тірі тұрған кезде қауымын жоқ қылып жүрген олар. Мұхаммед сендердің араларында болған кезде Алла сендерді азаптамайды дейді. Бірінші кепілдік. Екінші кепілдік, Алла сендерді азаптамайды, сендер қашан кешірім тілеуді тоқтатпасыңдар дейді. Истиғфар етуді тоқтатпасыңдар. Енді бізде 2 амандық бар еді, кепілдік. Біреуінен айырылып қалдық дейді. Енді бізде біреу ғана қалды дейді. Ол не? Ол истиғфар ету дейді. Абу Муса Ашари радиаллаху анху осы сөзді айтқан екен. Міне осы сөзден кейін ол жерде Абу Бакр радиаллаху анху Мәдинаның сырт жағындағы үйіне шығып кеткен екен. Сонымен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өтіп жатыр деген хабарды естіген кезде Абу Бакр радиаллаху ұшып келген атпен шауып. Бір кезде келсе Омар деген қылышын көтеріп алған дейді, айқайлап жүр дейді. Мұнафықтар айтқандай айтпаңдар деп айтады дейді. Мұнафықтар айтқандай айтпаңдар. Алланың елшісі өлген жоқ дейді. Мұса Раббысына 40 күнге тілдесуге кеткендігі сияқты қауымын тастап, Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам 40 күнге кетті дейді. Ертең келіп, сосын осы сөздерің үшін сендерді көрсетеді дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Кімде-кім дәл солай айтатын болса, қоймайтын болса, Алла елшісі дүниеден өтті деп, онда мына қылышпен мен басын шабам деп айтқан екен Омар радиаллаху анху. Солай айқайлап жатыр. Бір кезде Абу Бакр радиаллаху анху үйдің ішіне кірді, бірден Айша анамыз үйіне кірді де, кіріп еді, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өтіп кеткендігін көрді дейді. Барды да пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мұбарак бейнелерінен сүйді. Абу Бакр радиаллаху анху, әке шешем сенің жолыңда құрбан болсын деп Алланың елшісі. Алла тағала саған 2 өлімді бермейді дейді. Ақиқатында сен шынымен де дүниеден өттің дейді Абу Бакр радиаллаху анху. Сөйтеді де пайғамбар жаңағы сырт деген айқай шу болып жатыр. Мешіттің жаны деген түрлі болып жатыр. Абу Бакр радиаллаху анху далаға шықты да адамдардың барлығы, ана Омар қоймайды, қылышын көтеріп алған. Кім ол? Омар отыр деді Абу Бакр радиаллаху анху. Омар отыр деді. Кім Мұхаммедке табынған болатын болса, онда Мұхаммед дүниеден өтті деді. Ал кім Аллахқа табынған болса, Аллахқа сыйынатын болса, Аллахқа құлшылық қылған болса, Алла мәңгі өлмейтін тірі деді. Абу Бакр радиаллаху анху осы сөзді айтты да, кешегі біз өткен сабақта оқыған
аятты оқыды. Алла тағаланың Али Имран сүресіндегі 144 аяты: Мұхаммед Алланың бір елшісі. Уама Мұхаммадун илля расул қад халат мин қаблихи русул. Ақиқатында одан бұрын да елшілер өткен дейді. Одан бұрын да елшілер өткен. Ол сол сияқты бір елші дейді Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Егер ол өлсе, немесе өлтірілсе, сендер одан теріс бұрылып арттарына қарай кетесіңдер ме дейді. Яғни Мұхаммед өлді деп не діндерінен шығасыңдар ма барлықтарың дейді. Бір осы сәтте түсірген аят сияқты да. Тура осы сәтте түсірген аят сияқты. Бірақ ол оның алдында түскен. Кімде кім артқа қарай шегініп қайтадан қайтатын болса баяғы күпірліктеріне, олай болатын болса, олар Аллаға ешбір зиян келтіре алмайды дейді. Алла тағала шүкірлік еткен кісілердің сыйын өте арттырып береді дейді. Осы аятты Абу Бәкір оқыды, Али Имран сүресін. Сонда сахаба Омар жаңағы айқайлап тұрған Омар жерге сылқ етіп отырған дейді. Сылқ етіп отырған Абдулла ибн Аббас радиаллаху анху айтады: бұл аятты біз қаншама оқып жүрік қой дейді Құран. Бірақ бүгін осы оқиғаға түскен аят сияқты болды. Осы аят қана жұбатты дейді. Адамдардың барлығын осы аят қана жұбатты дейді радиаллаху анху. Міне осылайша пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дүниеден өткеннен кейін сахабалар өздерінің арасындағы халифаны сайлауға кірісіп кетті. Сөйтіп Бәни Саида деген жаңағы Мәдинадағы рудың несіне жиналды. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның кебіндеу, арулау, жуындыру ісімен оның туысқандарын қалдырды. Оның ішінде Аббас бар, Усама ибн Заид бар, кешегі жорыққа жіберген, және Аббастың екі баласы бар, Фадл мен Қусам деген, және Шақран деген кешегі пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өтейін деп жатқан кезде азат еткен құлы бар, және Али радиаллаху анху бар. Бір қызығы, кеше пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өтейін деп жатқан кезде жаңағы ана Шақран деген құлды азат етіп жатқан кезде құлағына бірдеңені сыбырлаған екен ше. Сондықтан ғалымдарымыз айтады ғой, жұмбақ сырдың иесі дейді да. Бір нәрсені пайғамбар саллаллаху айтқан екен Шақран деген құлына, азат еткен құлына. Бірақ оны ешкім білмейтін екен. Бар кейбір ғалымдар айтады, жаңа пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам үйіндегі төсенетін көрпешесі бар екен, соны қабірге сал деп айтқан болуы мүмкін дейді. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қабірін қазатын кезде сол көрпешені әкеліп Шақран жайған кезде ешкім жайма деп айтпаған екен. Бұлай негізі жайылмайды, бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға хос арналған нәрселер бар, соны жайған екен әкеліп. Міне осылайша пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды йемендік бір керемет жаңағы ақ матамен 3 мата қылып орауға дайындады. Жеке-жеке 3 матаға дайындап жатыр. Және пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жуындыруына Қусам менен Фадл кірді. Оны былай аударып тұруға Усама ибн Заид пен және жаңағы Шақран кірді. Сөйтіп Али радиаллаху анху тек қана көзі ашық кісі жуындырып жатқан кезде Али радиаллаху анху пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды киіммен жуындырған екен, киімімен. Қалай киіммен дүниеден өтті, сол көйлегімен киімімен жуындырған екен. Барлығы көздерін естіген, жауып алған. Суды құятын кісілердің барлығын көзін жауып. Әулетін пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды көруге ешкім жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тек тірі күнінде Али жуады деп айтып кеткен екен. Сондықтан Али киімнің сыртынан жуындырды. Сонда Али радиаллаху анху мәйітті көтерген кезде, мәйіт жуындырған болсаңыздар, егерде мәйітті көтеріп ішін баса шомылдыратын кезде, соңғы ғұсыл алдыратын кезде, сонда іштегі қалған құтқан нелердің барлығы шығады, кіші дәрет, үлкен дәреттер шығып кетеді. Сонда Али радиаллаху анху жаңа көтеріп ішін бастырды. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның ішінен еш нәрсе шықпады. Пәк болып дүниеге келдің, я Алланың елшісі, пәк болып дүниеден өттің деп айтты дейді саллаллаху алейхи уассалам. Осылайша сол жерде Али радиаллаху анху жуындырып бітті. Барлығы еңкілдеп, су құйып тұрғанда жылап жатыр, жуындырып жатқанда жылап жатыр, сырттағылар да жылап жатыр. Ешкім не істеп жатқан жоқ. Ешкім былайша айтқанда бәрі ақылын жоғалтып алды ғой, сахабалардың барлығы ақылын олай болады деп ешкім ойлаған жоқ. Мінекей пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды жуындырып біткеннен кейін жаңағы Йеменнен келген 3 матамен бөлек алады. Негізінде әдетте бізде шариғатта не істейді? Қамис дейтін бар, изар дейтін бар. Үстінен кигізетін көйлек бар, және астынан орайтын не бар. Олай істеместен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламда бір орады дейді, жеке бір орады, және екінші рет тағы орады, үшінші рет тағы орады дейді. Сөйтіп қайда жерлейміз деп адамдар таласып қалды дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды қайда жерлейміз? Сонда Абу Бәкір радиаллаху анху келіп айтты дейді, мен Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтқан естідім. Сонда сахабалар айтады ғой, біз сол нәрсені білеміз дейді, бірақ қайда жерлейміз деген кезде сол ойға келмей жатыр дейді. Мына хадисті риуаят етіп жатқандар айтады да, ешқайсымыздың бас істеп тұрған жоқ дейді да. Сонда тек Абу Бәкір ғана өз өзін ұстап тұр дейді да.
Абу Бәкір радиаллаху анху. Оған да оңай болып тұрған жоқ, бірақ Абу Бәкір ұстапты да, мен Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассалам бұрын айтқанын есіткенмін, әрбір пайғамбар өзінің дүниеден өткен жерінде жерленеді деген нәрсені есіткенмін. Демек, қай жерде жерленеді? Айша анамыздың шаңырағында сол дүниеден өткен орны бар ғой, дәл сол орнынан қабір қазамыз дейді. Сөйтіп, сахабалардың ішінде қабір қазудың екі адам несі екен, жаңағы шебері, біреу Абу Убайда ибн Жаррах, біреуі Абу Талха ал-Ансари, екі сахаба. Сахабалар келісе алмай жатыр. Қалай жерлейміз пайғамбар? Тіке мынадай тік қылып жерлейміз бе, әлде мынадай лахақ қылып жерлейміз бе дейді. Мынадай бүйтіп қазады да, оңтүстік жақта мына қапталына қарай тұрады. Иә, мәйітті отыра алатындай дәрежеде неғылады. Сонымен сахабалар келісе алмайды. Абу Бәкір радиаллаху анху кім екеуіне де хабар шығарып, кім бірінші келеді дейді. Соның жаңағы қазу несі бойынша қазамыз дейді. Ұсынысы бойынша. Екеуіне хабар жіберіп, Абу Талха ал-Ансари радиаллаху бірінші келіп, демек қандай болып қазады? Лахат болып қазады дейді. Бұлай бір қазады, ішінен тағы бір қазады пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сөйтіп қазды, Абу Талха ал-Ансари, ол да қазып, жылап жүріп қазды дейді, жаңағы қабірді, мына жағын лахат қылды. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды Али ибн Абу Талиб радиаллаху анху қабірін түсті, көкесі Аббас түсті пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның мүбарак денесін қабірге қойды. Енді бізде мынадай елде нелер бар, жаңағы бір аңыз ба, білмеймін, қаяқтан алып істеп жүрген адамдардың айтып жүрген әңгімелер көп та. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өлетін кезде өлім періштесімен келіпті. Сонымен не істейсің, алайық па жаныңда, әлде шамалы не қыласың ба деген сияқты осындай бір ертегі тарататын адамдар бар біздің елде. Кеше ана баласы Ибрахимнің өлімінде де айтқанбыз. 6 жасар бала бәріне қоштасыпты, аманаттарын табыстапты деп. Қаяқтың 6 жасар, ол 18 айлық кезінде дүниеден өтіп кеткен ол кісі. Пайғамбар баласы Ибрахим. Осындай аңыз әңгімелер бар. Бұның ешқандай несі жоқ. Сенімді жолдармен Алла тағала Құран кәрімде айтады. Хату бурханакум ин кунтум садиқин. Егер де шыншыл болатын болсаңдар, айғақпен келіңдер дейді. Айғақ алып келіңдер дейді. Бір айғақ. Естіп едім деп болмайды да, ондай нәрсе айта беру, көрдіңіз ба? Нақты пайғамбар саллаллаху немесе сахабалардан қалған, немесе сол басы қасында болған оқиғалар, ол нәрсе болмады ма, онда ол не? Одан кейінгі нәрсенің барлығы ертегі іспеттес нәрсе болып кетеді. 18 айлық кезінде 1,5 жасар ғой. Бір жылатып жүрген ол видео бар ғой елде, барлығын жылатып жүрген. Ол видеоның барлығы өтірік. Мына пайғамбар саллаллаху өлім сәтінде де осындай бір өтірік нелер бар. Ол да шындыққа жанаспайтын әңгімелер. Міне пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осылайша жер қойнауына біз жаңа табыстамай тұрып жаназа намазын айтып кетейік. Осы жерде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға кім жаназа намазын оқыды деген сұрақ болады, дұрыс па? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жаназасын жеке-жеке оқиды сахабалар. Жаңа айттым ғой, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға хусусия деген нәрсе бар. Тек соған ғана қатысты болған нәрселер бар шариғатта. Мысалға жаңа көп әйел алу 4-тен жоғары, дұрыс па? Ол одан кейінгі адамдарға қатысы жоқ ол нәрсе. Жаңағыдай қылып жерлену, орану деген сияқты. Көрдіңіздер ме? Осындай нәрселер бар. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға жеке-жеке жаназа намаз оқылады. Әрбір сахаба жеке-жеке оқыдық дейді. Одан кейін 10-10-нан кіріп оқыды дейді. Одан кейін әйелдер кіріп оқыды дейді жеке-жеке. Одан кейін бүкіл жас балалар кіріп оқыды дейді. Яғни бар адамның барлығы Мәдинадағы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға жеке-жеке жаназа оқыған. Көрдіңіздер ме? Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның мәйіті неше күн тұрып қалған? 3 күн тұрып қалған. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның мәйіті 3 күн тұрып қалған. Бізде міне 3 күн жаңа сүрлейтіндер бар ғой. Ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға қатысты болған нәрсе. Негізі пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің айтып кеткен өсиеті бойынша не? Өлген мәйітті жерлеуге асығыңдар дейді. Оны сүрлеп, мұз, тұз сөлтіресте қапшық салып, өйтіп қорлауға болмайды мәйітті, жерге тезірек тапсыру керек оны. Жасы жеткен қызды үйлендіруге және қарыздан құтылуға асық дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Хадистерін біледі осы. Міне бұл жақсы нәрселер емес екен. Міне осылайша пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалар жеке-жеке намазын оқыды. Сөйтіп сәрсенбінің түнінде, дүйсенбі күні таңда қатысың, бейсенбі, сәрсенбінің бейсенбіге қараған түннің таңына жетпей сахабалар пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды жердің қойнауына тапсырды. Оған жаңағы әтірмен немен жуындырды, кебіндеді, сөйтіп тапсырды пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Енді біз Алланың жәрдемімен міне биыл өткен жылы бастағанбыз бұл сабақты. Осы жерде бастаған кезде бар адамдар бар. 1 жылға созылған
Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмірі 102 сабақты қамтыды. Енді біз ол кісінің өмірбаянын айтуға негізі лайықты адамдар емеспіз, бірақ алла тағала, мен енді ол кісінің барынша шамаил дейді ғой, мінез құлқы не жағына тоқталған жоқпын. Мен тек тарихи жағына қарай тоқталдым. Сондықтан енді иншалла алла нәсіп етсе ол кісінің мінез құлқына, басқа адамдармен қарым қатынасына тоқталған арнайы кітаптар бар, Шамаил Мұхаммадия деген сияқты. Соларды мүмкін өтерміз. Енді ар жағында Абу Бәкір радиаллаху анху халифа болып сайланды. Одан ары қарай тарихты да алла қаласа, алла сәттілік берсе айтамыз. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға баршамыз көркем түрде ілесуіне алла нәсіп етсін баршамызға. Бұл кісіні әрбіріміз білуіміз керек. Жаңа мына жерде сұрақ қойып жатыр. Дұрыс білмей жатырмыз да әлі. Пайғамбар саллаллаху алейхи әлі дұрыс танымаймыз біз. Оны бәріміздің қатеміз. Пайғамбар бұл кісіні тану керек та. Өйткені ол қабірдегі 3 сұрақтың бірі осы кісі. Раббың кім? Дінің не? Сендерге жіберілген елшісі кім деп Мұнкар мен Накир сұрақ қойған кезінде ертең танымайтын адам туралы айта алмайсың ғой, не деп айтасың? Білмеймін деп айтасың. Бір адамды айтатын еді, бір кісі деп айтатын еді, тіліме келмей жатыр деп айтамыз. Атын көрдіңіз бе? Ол кісіні айтайын десек білмейміз де танымаймыз. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды тану керек. Бұл Құраннан кейінгі білу керек болған пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірбаяны. Қаншама Құранның аяттарын осы кісінің өмірбаянын оқу арқылы білдік. Қаншама хадистердің қай уақытта айтылғандығын білдік. Міне алла тағала баршамызға сол кісіге көркем түрде ілесуді нәсіп етсін. Алла тағала Құран кәрімде айтады: "Ин кунтум тухиббуна Аллаха фаттабиуни". Егер де Алланы жақсы көремін дейтін болсаңдар, онда маған ілесіңдер дейді. Алла да сендерді жақсы көріп, күнәларыңды кешіреді. Алланы жақсы көремін дейтін болсаң, кім Ибн Касир айтады, рахмаулла, кім Алланы жақсы көремін деп пайғамбарды танымайтын болса, ол өтірікші деп айтады. Мен Құдайды жақсы көремін деп айтып тұр, бірақ пайғамбарын танымайтын болса, онда ол өтірікші. Алланы жақсы көруге алып баратын жалғыз жол ол не дейді? Оның елшісі пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды тану. Көрдіңіздер ме? Сондықтан бұл кісіні барлығымыз тануымыз керек. Алла тағала бұдан кейін де кемел түрде бұл кісінің өмірбаянын өтуді баршамызға, сол сіздерге өтіп беруді Алла нәсіп етсін. Көркем түрде тануды нәсіп етсін. Субханакаллахумма хамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирук ва атубу илейк. Барлық қатысты болған нәрселер айтылды деп ойлаймын.